Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Егер сіздер балаларыңызды қуанқыларыңыз келсе, осындай дәмді, ерекше болып шығатын шоколадный панкейк жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді және үйдегі ингредиенттермен жасалынады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, біздің панкейктарымыздың құрамы бөлме температурасында болу қажет. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Жұмыртқамызды араластырып болған соң, міндетті түрде жылы сүт болу қажет. Жылы сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сүтімізді қосып болған соң, ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып қосыңыздар. Електен өткізетін болсаңыздар, ұндарыңызға ауа кіріп, панкейктарыңыз көтерілетін болады. Сол үшін де ұнды қосуды ұмытпайық. Келесі кезекте какао ұнтағы мен 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Панкейктің толық рецептісін мен описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден міндетті түрде көріңіздер. Жақсылап тұрып қамырларымызды араластырамыз. Ешқандай комочка ондайлар болмау қажет. Міне біздің панкейкіміздің қамыры дайын болды. Осындай сұйық қамыр болу қажет. Менде DeLonghi компаниясының мультигрилі бар. Осы мультигрилді қосып, яғни қыздырып, мен пісіремін. Сіздерде бұндай мультигриль жоқ болса, кәдімгі сковородканы қыздырып, орташа отта пісірулеріңіз қажет. Панкейк пісіріп жатқан кезде, сіздердің панкейктарыңыздың бетінде осындай домалақ пузырьки пайда болған жағдайда, сіздердің панкейктарыңыз пісті деген мағынада, екінші бетіне аударып, тағы 1-2 минуттай пісіреміз. Бір-екі минут өткен соң панкейктарымызды аламыз. Міне бізде осындай әдемі панкейктар шығып жатыр. Достар, сіздерге қайталап айтамын. Біздің мына жерде панкейктарымыздың бірінші жағы пісті. Енді осы төбесінде осындай кішкентай дөңгелек пузырьки дейді ғой. Сондайлар пайда болған жағдайда екінші бетіне аударуымыз қажет. Естеріңізде болсын. Біздің панкейкіміз жұмсақ, хош иісті және де дәмді болып шықты. Үстіне мен қойытылған сүтпен, яғни қосып жедім. 3 есе дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.